Айтпақшы, сіз өзіңізді жер бетіндегі ең ақылды, ең үстем тіршілік иесі санайсыз, солай ма? Біз биік зәулім ғимараттар салдық, ғарышқа ұштық, табиғатты бағындырдық деп ойлаймыз. Бірақ дәл қазір сіздің табаныңыздың астында бірнеше метр тереңдікте жер шарын бізбен қатар билеп отырған екінші империя өмір сүріп жатыр. Олар Антарктиданың мұзды шөлінен басқа бүкіл континентті жаулап алған. Олардың планетадағы жалпы саны адамзат санынан әлдеқайда көп. Кейбір мамандардың есебінше жер бетіндегі әрбір адамға кем дегенде 2-3 егеуқұйрықтан келеді. Үлкен қалаларда сіз кез келген сәтте егеуқұйрықтан 2-ақ метр қашықтықта тұрасыз, тек оны өзіңіз байқамайсыз. Біз оларды жай ғана лас, жиіркенішті зиянкестер деп қабылдауға дағдыланғанбыз. Бірақ ғылым бұл тәкаппар иллюзияны тасталқан етті. Егеуқұйрықтар бұл жай ғана кеміргіш емес. Олар жаппай ядролық соққыдан да, мұз дәуірінен де, адамзат оларға қарсы қолданған миллиондаған тонна химиялық улардан да аман қалған абсолютті биологиялық супермашина. Олар тарихта Европа халқының жартысын қырып салған қара өлім індетін таратты. Олар бетонды, мысты және темірді шайнай алады. Ең сұмдығы, олардың әлеуметтік интеллектісі мен эмпатиясы кейбір омыртқалы жануарлардан, тіпті кейде адамдардың өзінен де асып түседі. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз адамзатты талай рет құрдымға жібере жаздаған көлеңкедегі нағыз қожайындардың жасырын әлеміне үңілеміз. Бүгінгі үлкен шығарылымда темір шайнайтын тістер, неліктен егеуқұйрықтардың тісі болаттан да қатты және олар неге электр кабельдерін жейді? Қара өлім 14 ғасырда Европаның 50% халқын жер жастандырған биологиялық апокалипсис қалай болды? Егеуқұйрық патшасы, құйрықтары бір-бірімен өріліп, бірігіп кеткен мутант құбыжықтың ғылыми құпиясы. Зертханалық шок, олардың күлуге, жаны ашуға және достары үшін тамақтан бас тартуға қабілетті екенін дәлелдеген тәжірибелер. Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз үйіңіздің еденінен сыбдыр естісеңіз, оған жай ғана тышқан деп қарай алмайтын боласыз. Егеуқұйрықтардың неліктен кез келген ғимаратқа, кез келген бункерге кіріп кете алатынын түсіну үшін олардың анатомиялық құрылымына назар аудару керек. Бұл жаратылысты табиғат кәдімгі тірі танк етіп жаратқан. Олардың ең басты қаруы алдыңғы күрек тістері. Бұл тістер адамдікі сияқты белгілі бір өлшемге жеткенде өсуін тоқтатпайды. Егеуқұйрықтың тістері өмірінің соңына дейін жылына 12-13 сантиметрге тоқтаусыз өсіп отырады. Егер егеуқұйрық күнделікті қатты заттарды кеміріп, тісін үйкеп қашамаса, оның тістері ұзарып, өз тұмсығын немесе миын тесіп өтіп өзін өлтірер еді. Сондықтан кеміру олар үшін ермек емес, бұл тірі қалудың биологиялық шарты. Бірақ бұл тістердің қаттылығы физика заңдарын таңғалдырады. Минералдардың қаттылығын өлшейтін Маус шкаласы бойынша мыстың қаттылығы 3 балға тең, кәдімгі құрылыс темірінің қаттылығы 4 бал, ал егеуқұйрық тісінің қаттылығы 5,5 бал. Яғни олардың тістері мыстан, қорғасыннан, тіпті құрылыс темірі мен бетоннан да қатты. Олар кірпішті, қорғасын құбырларды, ағаш қабырғаларды және ең қауіптісі жоғары вольтты электр кабельдерін шемішкеде шағады. Статистика бойынша әлемдегі белгісіз себептерден шыққан өрттердің 20-25%-ына дәл осы егеуқұйрықтардың тоқ сымдарын шайнап, қысқа тұйықталу жасауы себеп болады. Олардың супер қабілеттері тек тісімен шектелмейді. Сүйексіз иллюзия. Егеуқұйрықтың қабырғалары өте иілгіш, топсалы құрылған. Егер оның басы, яғни бас сүйегі диаметрі 20 теңгелік монетадай ғана тесіктен өтсе, оның қалған денесі қысылып, сол тесіктен 100% еркін өтіп кетеді. Биіктіктен құлау. Олар 15 метр биіктіктен, яғни 5-ші қабаттан асфальтқа құласа да ешқандай сүйегін сындырмай тірі қалады. Су астындағы марафон. Олар тоқтаусыз 3 күн бойы, яғни 72 сағат суда жүзе алады. Су астында демін 3 минутқа дейін ұстайды. Үйіңіздегі унитаздың құбыры арқылы сүңгіп, 5-ші қабаттағы пәтеріңіздің әжетханасынан атылып шығу олар үшін оп-оңай тактикалық маневр. Радиациялық төзімділік. Адамды лезде өлтіретін радиация дозасы егеуқұйрықтарға ешқандай айтарлықтай зақым келтірмейді. Олар ядролық сынақ алаңдарында да көбейіп өмір сүре береді. Олар жер бетіндегі ең төзімді биологиялық механизм. Адамзат тарихында ешқандай соғыс, ешқандай ядролық қару немесе метеорит бізге дәл егеуқұйрықтар әкелгендей орасан зор апат алып келген емес. 1346 жыл Европада адамзат тарихындағы ең сұмдық пандемия, қара өлім басталды.
Небәрі 7 жылдың ішінде бұл індет Еуропа халқының 60%-ға жуығын жалмап жұтты. Бүтіндей қалалар мен империялар жер бетінен жойылды. Адамдар бұл апатты Құдайдың қарғысы деп ойлады. Бірақ нағыз қарғыс сауда кемелерінде жасырынып келген қара егеуқұйрықтар еді. Бұл биологиялық механизм қалай жұмыс істеді? Егеуқұйрықтардың қанында оба таяқшасы деп аталатын бактерия өмір сүрді. Егеуқұйрықтардың жүнінде тіршілік ететін шығыс кеміргіш бүргелері олардың қанын ішкенде, бактерия бүргенің асқазанын бітеп тастайды. Аш қалған, жынды болған бүрге егеуқұйрық өлгеннен кейін одан секіріп түсіп адамдарды шаға бастайды. Бүрге адамды шаққан сәтте оның қанына әлгі өлім бактериясын құйып жібереді. Егеуқұйрықтар адамзаттың ең үлкен жетістігін сауда жолдары мен кемелерін өздерінің тасымалдаушы құралына айналдырып алды. Олар астық тиелген кемелерге кіріп алып бүкіл континенттерді жаулап алды. Орта ғасырлық Еуропада адамдар өздерінің надандығынан бұл апатты одан сайын күшейтіп алды. Олар мысықтар мен иттер шайтанның көмекшісі деп жариялап, қалалардағы барлық мысықтарды өртеген. Нәтижесінде не болды? Табиғи жыртқыштарынан құтылған егеуқұйрықтар армиясы 100 есеге көбейіп, адамзатты толықтай қырып тастай жаздады. Бұл табиғат заңын бұзған үшін адамзат тартқан ең ауыр жаза болды. Айтпақшы, сіз бала күніңізде Щелкунчик ертегісіндегі немесе қорқынышты фильмдердегі 7 басты алып егеуқұйрық патшасы туралы естіген боларсыз. Көпшілік мұны жай ғана орта ғасырлық қиял мен фольклор деп ойлайды. Бірақ бұл ертегі емес. Бұл жануарлар биологиясы ғылымында ресми тіркелген табиғаттың ең сұмдық әрі ақылға сыймайтын биологиялық феномені. Егеуқұйрық патшасы деп бір үлкен мутант егеуқұйрықты айтпайды. Бұл құйрықтары бір-бірімен мәңгілікке өріліп, шатасып, бірігіп кеткен 5-тен 32-ге дейінгі егеуқұйрықтан тұратын тұтас тірі суперорганизм. Бұл қалай пайда болады? Еуропаның суық, ылғалды қыстарында қара егеуқұйрықтар жылыну үшін жер астындағы тар індерде ондаған болып бір-біріне тығыз тығылысады. Егер олардың ұзын құйрықтарында қан, балшық, азық қалдықтары немесе ағаш шайыры болса, түнде ол мұз болып қатып, құйрықтарын бір-біріне желімдеп тастайды. Таңертең олар оянып, жан-жаққа қашпақшы болғанда, нағыз трагедия басталады. Олар паникаға беріліп, әрқайсысы әр жаққа жұлқынады. Нәтижесінде құйрықтар босаудың орнына одан сайын өріліп, темір арқан сияқты тартылып, ешқашан шешілмейтін тірі түйінге айналады. Олардың кейбірінің құйрық сүйектері тіпті бір-бірімен бірігіп, біртұтас денеге айналып кетеді. Тарихта мұндай егеуқұйрық патшалары Еуропаның Германия, Франция, Польша аймақтарынан 50-ден астам рет табылып, мұражайларда сақталған. Ең үлкені 1828 жылы Германияның Бухвайлер қаласында табылған. Ол 32 егеуқұйрықтан тұратын алып түйін болған. Бірақ ғалымдардың миын жарған ең үлкен шок факт мынада болды. Табылған кейбір егеуқұйрық патшалары тірі болған және олар бірнеше ай тіпті жылдар бойы өмір сүрген. Қозғала алмайтын, бір орында маталып жатқан бұл мақұлықтар қалай аштан өлмеген? Зерттеулер көрсеткенде, колониядағы басқа қалыпты бос жүрген егеуқұйрықтары бұл патшаны тастап кетпеген. Олар оған күнделікті өз ауыздарымен тамақ тасып, су беріп, оны нағыз патша сияқты асырап күткен. Егеуқұйрықтар қоғамы өздерінің мүгедек, қозғалыс қалған бауырларын өлтірмей, оларды тұтас колонияның қасиетті орталығы ретінде қорғаған. Бұл біз жеркенішті деп санайтын кеміргіштердің бойындағы біз түсінбейтін әлеуметтік құрылымның дәлелі. Біз егеуқұйрықтарды тек тамақ үшін бәрін сататын, қансыз, мейірімсіз құбыжықтар деп ойлаймыз. Бірақ соңғы жылдары Чикаго университетінің нейробиологтары өткізген атақты эксперимент бүкіл ғылыми әлемді селк еткізді. Ғалымдар егеуқұйрықтың алдына 2 таңдау қойды. Арнайы түймені басып, өзінің ең сүйікті деликатесі тәтті шоколадты ашып жеу, немесе екінші түймені басып, пластик контейнер ішінде қысылып, стресс алып жатқан өзінің досын, екінші егеуқұйрықты құтқару. Логика бойынша аш тұрған жануар бірінші шоколадты жеуі керек еді, солай ма? Бірақ тәжірибеге қатысқан егеуқұйрықтардың 80%-дан астамы шоколадтан бас тартты. Олар бірінші кезекте қамалған досының есігін ашып, оны босатқан, және ең таңғаларлығы, досын құтқарып болған соң ғана шоколадты ашып, оны өзі жеп қоймай, құтқарылған досымен 2-ге бөлісіп жеген. Ғылымда бұл эмпатия, яғни жанашырлық деп аталады. Бұрын ғалымдар эмпатия тек адамдарға, дельфиндер мен приматтарға, яғни маймылдарға ғана тән қасиет деп келген. Бірақ егеуқұйрықтар басқа біреудің қиналып жатқанын өз миымен сезіп, оған жаны ашитынын дәлелдеді. Атақты нейробиолог Жак Панксеп бір сұмдық жаңалық ашты. Ол егеуқұйрықтармен ойнап, олардың іші мен арқасын саусағымен қытықтаған.
Кәдімгі адам құлағына ештеңе естілмейді, бірақ ғалымдар ультра дыбыстық микрофондарды қосып, оны адам еститін жиілікке төмендеткенде бүкіл зертхана шок болды. Егеуқұйрықтар кәдімгі кішкентай балалар сияқты сыңғырлап күліп жатқан. Олар 50 килогерц жиілікте қуаныш пен шаттық сигналын шығарады. Егеуқұйрықтар қытықтағанды сондай жақсы көреді. Олар адамның саусағының соңынан өздері жүгіріп, тағы да қытықташы дегенде секіріп, ойнауға шақырады. Олардың бойында біз ойлағаннан да терең оптимизм, қуаныш және әлеуметтік байланыс бар. Оның үстіне олар метакогнитивті ойлауға қабілетті, яғни егеуқұйрық бір тапсырманы орындар алдында өзінің білімінің жететін-жетпейтінін, яғни өз мүмкіндігін бағалай алады. Егер есеп тым қиын болса, ол қателескенін күтпей, тесттен өзі бас тартады. Олар өздерінің не білетінін және не білмейтінін біледі. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге жер шарын бізбен қатар билеп отырған екінші ұлы империяның бетпердесін аштық. Біз өзімізді табиғатты жеңдік деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде біз қалаларды салған сайын егеуқұйрықтарға дайын үй мен азық жасап беріп отырмыз. Біз оларды уладық, мысықтар мен иттерді қостық, қақпан құрдық. Бірақ олар әрбір соққыдан кейін мутацияға ұшырап, одан сайын ақылды, одан сайын төзімді болып қайта оралды. Егер ертең жер бетінде ядролық соғыс болып немесе климаттық апат орын алып, адамзат жойылып кетсе, планетаның құлаған қалаларында болаттан қатты тістері бар, радиациядан қорықпайтын және бір-біріне жаны ашитын осы кішкентай мақұлықтар қалады. Олар эволюцияның нағыз жеңімпаздары. Сізді бұл фактілердің ішінде ең қатты таңғалдырғаны қайсысы болды? Олардың тесіп шайнайтын тістері ме, әлде досын құтқарып шоколад бөлісетін эмпатиясы ма? Пікірге міндетті түрде жазып кетіңіз. Егер бұл видео сіздің көзқарасыңызды өзгертсе, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз.